Құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен күшті құрылымдар арасында самбо күресінен чемпионат өтті. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиылған 27 команда екі топқа бөлініп өзара бақ сынасты. Бірінші топқа ішкі істер департаментінің палуандары, ал екінші топқа басқа құрылым қызметкерлері кірді. Командалық есеп бойынша бірінші топта Оңтүстік Қазақстан палуандары топ жарса, екінші орынды Қарағанды облысының өкілдері иеленді. Ал үшінші орын Ақмола облысынан келген топқа бұйырды. Жекелей есепте 100 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Қарағанды облысының арнайы жасақ инспекторы, полиция капитаны Нұржан Халилин чемпион атанса, 74 келіге дейінгі салмақта Арлан арнайы жасағының инспекторы Ерғанат Шахатов үздік атанды. Жалпына өтіп жатқан біздің спорттық самбо күресінің негізгі мақсаты сауатты сатыны бағыттау және жасөспірімдерді спортқа баулу. Бүгінгі таңда осы құқық саласында осы милиция істеп жүргенге 100 жылда болды. Жиһаз инспектор сонда істеп жүрмін. Следствие маған 4 рет бөліс, 4 рет тұттым. Енді алдымызда ойлап тұрмын. Құдай қаласа ақш республикасында Қазақстан адамдар барады, сонда Алла қаласа 100 килограммда өнер көрсетеміз деген ой бар.